Ол үшін біз енді артқы бөлігінде мынандай ашық жер болмайды. Бізде алдымыз ашық жер болады, иә. Ол өйткені замок тұрады, қапсырма тұрады алдыңғы жағында. Ал арты тұтас болады. Сол үшін мына бүгілген жеріне қоямыз. Лекаламызды бүгілген жеріне қоямыз. Так. Осы жерден белгілеп қояйық. Ой, бұл алдыңғы ой қой. Міне. Ал бізден арты осында түзу линиядан где-то 3 сантиметр төмен болады. Міне. Мына аралық 3 сантиметр болу керек. Так. Иығымыз дәл осылай түседі. Не? Осылай түседі. Енді қолымыз қараңыздар. Екеуін тұтас қылып кесілмеген күйінде қалдырған кезде қолымызды жарты сантиметр ғана беріден қылып аламыз. Қолымыздың ойығы артынан қатты ойық болмайды. Көп емес, бір жарты сантиметр болады. Так, міне. Тоже осылай белгілеп қоямын. Енді қараймыз. Бізде мынандай көкірек тұсы сияқты, бізде артта қатты ойық жоқ, бірақ белдегі өтечкіміз алдыңғы сияқты болу керек. Өйткені біздің артқы беліміз ішіне қарағанда кіріңкі ғой. Енді тура осы линияның бойынан, міне. Осы линияның бойынан дәл осылай қолды біріктірген күйде ұстап тұрамыз. Былай ұстамаймыз. Тура осы линияның бойынан белгілеп қояйын. Міне. Осы аралық қазір маған керек болатын аралық. Енді біз жаңа былай ұстадық қой. Енді былайынан ұстаңыз. Міне. Тігілгеннен кейінгі жағдай қалай болады, соны ұстаңыз. Мына жақта 3 сантиметр тігіске кетеді. Міне аралық 3 сантиметр болу керек тігіске кететін. Міне. Дәл етектен 3 сантиметрді қойып қалдырыңыз да қағазға бастырып алыңыз. Міне. Так. Енді мынаны алып тастаймыз. Дәл осы линияны енді мына жер бізде көкірек тұсы ойыңқы болады. Ол жерге қатты оймаймыз. Міне. 1 сантиметр тастаңыз. Бұл жерден мына жеріміз шығыңқы болған себебі бізде алдымызда көкірегіміз орналасқан ғой. Так. Енді дәл осының бойынан міне. Осылай алып келеміз. Міне, бір жағымыз дайын. Енді мына жаққа қараймыз. Міне. Бізде артымызда мындай неміз де жоқ, көкірек тұсымызда өтечкіміз де жоқ. Дәл осылай тек мына жерден бастап, міне, көкіректен кейін. Көкіректен кейін 3,5 сантиметр. Немесе 3 сантиметрден кейін өтечкісін түсіретін боламыз. Мына жерге уже бүрме түседі. Мынаны қатты үшпіш қылуға болмайды, сол үшін қолыңызбен былай қылып аламыз. Тіккен кезде қатты бүкірейіп қалуы мүмкін. Осылай түзелеп жіберіңіз. Міне мынау қазір осыны кесіп көрсететін болсақ, артқы жағымыздың өтечкісі дайын болады.
артымыз, иә, арт жағымыз. Енді мен сіздерге бір айтып кететін жағдай, тіккен кезде матаға түсіреміз ғой, матаға түсіріп болып тіккен кезде міндетті түрде мына жағынан алып тігетін боламыз. Қол жағынан алып тігеміз. Мына жағы қысқа болып қалады. Қол жағынан алып тіккеннен кезде мына жағымыз ұзын, мына бір пішіміміз қысқа болып қалады. Ол кезде тігіп болғаннан кейін мына жақтан артылған жақты қайшымен қиып тастасақ болады. Өйткені біз 3 см алдында байқасаңыз, вытечкаға кететін есеппен 3 см артық алып тұрмыз. Алдыңғы бөлігінде тігетін кезде қол жақтан тігесіз, мына жағында уже мынау бөлігі кішкентай, алдыңғы бөлігі ұзын болып қалады. Соны кесіп тастаймыз. Біздің выкрикілеріміз дайын болды. Енді матаға түсіреміз. Және етегін басқысын мен ойлап тұрмын сіздерге бірден матаға түсірген кезде көрсетейін деп. Өйткені мына жер әр бөлшектен тігіледі де тек өзінің таза размері ғана қалады. Сол размермен етегінің басқысын алатын боламыз.